Қайырлы күн, достар. Бүгін дрожжсыз бауырсақ жасаймыз. Үйіңізде ашыған айран болса, тіпті жақсы. Егер де ашымаған болса, оны да қолдана бересіздер. Айранымызды біраз жылытып аламыз. Оған 2 жұмыртқа, тұз, ас содасы, ұн, қант және сұйық май қажет болады. Менің жас каналыма тіркеліңіз. Біздің айранымыз осындай реакция беріп, 2 есе ұлғаяды. Мен бүкіл қоспаларды көзбен саламын. Сіздер керегінше азайтып, немесе қоса бересіздер. Екі қолымызды майлап, осындай қамыр илеп қоямыз. Енді бетін жауып, тындырамыз. Қамырымыз біраз тынды. Енді бауырсақ жасауға кірісеміз. Мен құлақ пішіндес жасадым. Майымызды қыздырып, қызарғанша қуырамыз. Баршамызға ас болсын.